Қалдарыңыз қалай қадірменділерім? Бүгін сіздерге әдеттегідей футбол ақпараттарын жеткіземіз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, әрине лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әдеттегідей жаңалықтарымызды бастайық. Юрген Клопптың Римдік Рома клубын жаттықтыруы мүмкін деген ақпараттар біраз уақыт бойы бақытта дүрліктірі футбол әлемінің қызу талқыланған болатын. Алайда бұл қауесеттердің шындыққа жанаспайтынын неміс маманның өзі растады. Журналист Джеймс Пирстің мәліметінше, Клопп бұл жағдайға өз ойын білдіріп өткен. Мені Римде көрмейсіздер, егер алдағы бірнеше жылда мен қандай да бір клубтың бас бапкері боламын деген сыбыстар дейсіңіздер, бұл сандырақ. Сіздер осыны бірінші болып айта аласыздар. Демек, Клоппты жақын арада тек Рома емес, жалпы ешбір клубтың тізгініне көруіміз екі талай. Бұл әрине көңілге қаяу түсіреді. Оның жанкүйерлер үшін де, футбол әлемі үшін де орны ерекше. Бірақ оның өзіне Red Bull жобаларында айналысып жүрген ісі ұнайтын сияқты. Демек, ол біраз уақыт бойы тынығып, жаңа көзқараспен қайта оралуды жоспарлап отқан шығар. RB Leipzig туралы сіздерге бір ақпарат айта кетейін. Арсенал клубы Leipzig шабуылшысы Беньямин Шешконы сатып алуға кіріскен. Sky Sports журналисті Флориан Плеттенбергтің хабарлауынша, лондондықтар шабуылшы үшін 80 миллион еуро төлеуге дайын. Бұл сома трансфер-маркет ұсынған 65 миллион еуродан едәуір жоғарырақ. Бірақ Leipzig бұл талант үшін кемінде 100 миллион еуро сұрауы мүмкін. Шешко талантты ойыншы, перспективасы бар ойыншы, керемет ойыншы. Бірақ енді ағылшын премьер лигасына баратын болса, ашылып кете ма, кетпей ма, оны да білмейміз. Жалпы айтқанда оны айтып жатқаны, мысалға Тимо Вернер Германияда өте мықты ойнап жүрген, енді Англияға барып ашыла алмай кетті. Челсида да ойнады, Тоттенхэмде да ойнады. Бірақ енді оның жолы Англияда болған жоқ. Енді Шешконың жолы ағылшын премьер лигасында болады деген үміттеміз. Ал енді оған сәттілік тілеп қаламыз. Джуд Беллингемнің жұлдызы жанған соң, енді оның інісі өз жолын тауып келеді. 19 жастағы Джоб Беллингем Джудтың туған інісі. Чемпионшиптің Англияның екінші лигасында өте мықты жақсы ойыншы атағын алды. Ағымдағы маусымда Джон Сендерлен үшін 40 матчқа қатысып 4 гол соғып 3 нәтижелі пас берді. Статистика аса әсерлі емес сияқты, бірақ ол негізінде қорғаныстағы жартылай қорғаушы рөлін ойнайды, опорникта ойнайды қазіргі уақытта. Яғни оның міндеті шабуыл жасау емес, тепе-теңдікті сақтау. Бірақ дәл осы салмақты ойынның арқасында Сендерлен премьер лигаға жолдама алды. Карло Анчелоттидің өзі айтқан, енді Сендерленді өте керемет ойнады, мүмкін Джоб пен Джудты ауыстырып жіберерміз деген болатын. Билд басылымының хабарлауынша, Боруссия Дортмунд оны 30 миллион еуроға сатып алуға дайындалып жатыр. Олар трансферді клубтың әлем чемпионатына дейін бітіргісі келеді. Сонымен қатар Айнтрахт пен RB Leipzigті қызығушылық танытып отыр. Джудтың мансабы бірден жарқ ете қалды. Джоб біртіндеп өсті. Ағылшынша Бирмингемде қосылық құрамда басталған ол Сандерлендке ауысқан соң негізгі ойыншыға айналды. Ағасының танымалдылығы жас ойыншыға қатты қысым жасалған. Сол себепті ол жейдесіне фамилиясынан бас тартып, тек есімін жазып жүр. Енді Беллингем деп жазмай, Джуд Беллингем сияқты, әшейін Джоб деп жазып қойған екен. Бұл да енді ақылды істердің бірі болыпты. Оның басты артықшылығы әмбебаптық. Джоб орталықта да шабуылдық, ондықта да керемет ойнай алады, және оның бойы 1.90, бойы ұзын ойыншы. Командаласы Дэн Лин болса, мен одан 5 жас үлкен болсам да, оның қасында өзімді жасөспірім деп санаймын деді. Енді өте керемет ойыншы, денесі бар ойыншы, үлкендеу көрінеді, бірақ 19 жастағы ойыншыға ұқсамайды. Бапкерлер Джобтың позиция таңдаудағы дарыны өте мықты деп айта алады. Джоб пен Джудқа екеуіне де тәлім берген бапкер Майк Дотс айтады. Ол бауырынан бөлектенгісі келеді, бірақ екеуінің де менталитеті ұқсас. Үнемі ең жоғарыны көздейді дейді. Оның айтуынша, Джобта табиғи инстинкт бар. Ол әрдайым керек сәтте, керек жерде тұрады. Мұндай қасиетті жаттықтырып алу қиын. Ал енді бұл талантты ойыншының болашағы қай клубқа байланысты. Джобтың ағасы Джуд Беллингем туралы айта кетейік. Джуд Беллингем Килиан Мбаппе келмей тұрып шабуылға да араласатын еді. Қазір енді Килиан Мбаппе келгеннен кейін артқы жақта ойнап жатыр, енді сәл төмендеп ойнайды. Ал Боруссия Дортмундта болса, ол қалаған жерінде ойнады, ондықтың рөлін атқарды және ашыла алды. Боруссия Дортмунд Джуд Беллингемді дамытты, танымал етті, енді оның інісі Джобты да танымал ете алады деген ойдамыз.
Real Madrid Xabi Alonsoni kelesi haftada бас бапкер ретінде тағайындайды. Марка басылымының мәліметінше, патшалық клуб маманды ресми түрде дүйсенбі күні таңертең таныстырады. Іс-шара клубтың базасында өтеді. Алонсо 3 жылдық келісімшартқа қол қояды. Пайымға қарағанда Алонсо бастапқыда ең алдымен дәл Реалға келгісі келген Ливерпуль мен Бавария бапкерге ұсыныс тастаған, бірақ енді ол бәрінен бас тартып отырған. Мүмкін енді Байерден алдыңғы маусымда кеткісі келмеген шығар. Реал президенті Флорентино Переске респект айтамыз, командаға осы бапкерді алғысы келді және командасына қосып алды. Соңғы уақытта аталып жүрген аңыз ойыншы Рауль негізі команданы Анчелотти кеткеннен кейін басқарғысы келетінін білдіргендей болған еді. Алайда өзі бұл жайында ашық айтуға құлық танытпады. Мен бұл жерде бақыттымын, мен болғым келген жердемін. Уақыты келгенде жағдайды бағалаймыз. Клуб шешім қабылдайды. Егер ол шешімді қабылдайтын болса, мен мұны білмеймін. Жалпы енді менің ойымша бұл жерде осы команданың президенті Флорентино Перес Раульға да мүмкіндік бергені дұрыс береді, немесе енді рисковать еткісі келмеген шығар. Енді Xabi Alonsoға қарағанда Рауль үлкенірек. Аз хабарлағандай Рауль осы маусымнан кейін Кастильядан кетеді, себебі Флорентино Перестің шешіміне көңілі қалған. Бапкер бұл команданы 6 жыл басқарды. 2020 жылы командамен UEFA Жастар лигасын жеңіп алған. Рауль өз мүмкіндігін ұзақ күтті, бірақ ол сәт ешқашан келмейтіндей болды. 2021 жылы Мадрид оны емес Карло Анчелоттиді таңдайды. Енді міне Xabi Alonsoны. Рауль бұл шешімін 2 күн бұрын хабарлаған екен. Испандық бапкердің қоштасу матчы сенбі күні Аль-Каянға қарсы өтеді. Бұл ойын Испанияның 3-ші дивизионда ойналады. Одан кейін Рауль тек негізі командаларды басқаруға ниетті. Ақпарат көзінің мәліметінше, оның қолында Вильяреалдан Шахтерден де мүмкіндіктер ұсыныстар түскен. Шальке клубына бармайтын шығар. Ол қазіргі уақытта Германияның 2-ші лигасының 14-ші орнында жүр. Енді Шалькеге барып не істейді деп ойлаймын жалпы. Енді мансап керек болатын болса, осы Ла Лигада ма, Ағылшын премьер лигасына барғанда дұрыс шығар. Енді Лидстан түскен ұсыныс, және де Вильяреалдан. Лидс Ағылшын премьер лигасына оралды. Вильяреалда енді келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнайды. Екі клубтың біреуіне баратын шығар. Достар, біз жаңадан арна ашты. Goal Live YouTube арнасы, оғаны тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа видео шығарып қойдық. Томас Мюллердің өмір баяны қалай болды, сол сияқты әдем видеолар шығарып тұрамыз. Ерінбестен өтіп, астына сілтеме белгілеп кетемін. Комментарияға да қойып қоям. Соған сілтемеге өтіңіздер, ерімеңіздер, бізді қолдаңыздар. Біраз еңбек кетті. Өткен жазда Федерико Кьеза кешірсін Ливерпуль құрамын күшейткен жоқ. Бірақ қазір скойзерлер ва-банкке барып отыр. Олар Флориан Виртс үшін күресте жеңіске жетті. Кеше Фабрицио Романо, Дэвид Орнштейн және Флориан Платтенберг секілді беделді инсайдерлер Виртстің Ливерпульге ауысуы өте жақын екенін жазды. Романоның айтуынша, егер бәрі жоспар бойынша жүрсе, Виртс алдағы күндер тіпті сағаттарда Ливерпуль ойыншысы атанады, деді. Қызылдар өте жылдам әрекет етуде, ал олар ресми ұсынысты тек сенімді болғанда ғана жасайды. Бұл еліміз футболшымен барлық жеке шарттар алдын ала келісілген. Германиялық журналистер де бұл ақпаратты растап отыр. Виртс Бавариядан бас тартқанын хабарлады. Оны тіпті Ули Хейнс өзінің вилласына шақырып жеке үгіттеген. Бірақ шешуші фактор Арне Слотпен болған әңгіме болған көрінеді. Флориан Виртс футбол тарихындағы ең қымбат немістік ойыншы және Ливерпульдің трансфер тарихындағы рекордтық суммаға алынған ойыншы атанбақ. Клуб бұл трансферде қыруар қаржы жұмсақ, болашақ аңызға айналатын ойыншыны алуға үміттеніп отыр. Ол техникалық шеберлігімен де, менталитетімен де клубтың жаңа дәуірін бастап беруі мүмкін. Енді сұрақ, Ливерпуль Виртсті қалай қолданады? Ол шабуылдың 2 қанатында да десятка, жалған 9-дық немесе 8-дік рөлінде де ойнай алады. Бәлкім енді қазіргі уақыттағы жартылай қорғаныста ойнайтын Алекс Макалистер мен және де Доминик Сабаслай тереңірек ойнайтын болар. Алайда бәрі бапкер Слоттың тактикасына байланысты. Тіпті Рома бапкері Де Росси сияқты 2-3 десяткамен ойнауы да әбден мүмкін. Ал Бавария Виртстен айырылған соң жанкүйерлерін жұбататын жаңалықта бар. Фабрицио Романоның айтуы бойынша, Джонатан Тан Мюнхен клубына еркін агент ретінде қосылады. Бұл клуб қорғаныстағы мәселені осы жаңа ойыншымен шешіп тастайды.
Тағы бір даулы жаңалық Mondo Deportivo хабарлауынша Лука Модрич Интер Майамиге ауысады. Харвард бір жылдық келісімде отырып $2,5 миллион алып отырады. Бұл трансферде Месси жеке өзі Дэвид Бекхэмнен сұраған. Ал Бекхэмнің өзде бұл ауысуды көптен бері күткені хабарлады. Тағы да ақпараттар шыққан. Енді Криштиану Роналдоның қасына барады деді. Криштиану Роналдо осы маусымнан кейін Әл Насырдан кетіп қалуы да әбден мүмкін. FIFA президенті айтқан болатын, енді келесі маусымда Криштиану Роналдо клубтық әлем чемпионатына қатысады деп. Енді осы маусымнан кейін кетіп қалуы әбден мүмкін Криштиану. Ал достар, біздің видеомыз осы. Енді арнамызға жазылайық, қолдайық және де комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңағы екінші каналдағы видеоға тіркелуді ұмытпайық.